Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте ерекше және жеңіл десерт меренговый рулет дайындаймыз. Бұл балмұздақ сияқты өте нәзік әрі жеңіл десерт болып есептеледі. Ендеше бастайық. 6 дана жұмыртқаның ағын бөліп аламыз. Осылай бөлме температурасында болғаны дұрыс. Осылай миксермен шайқап, біртіндеп қант ұнтағын қосамыз. Бірден қоспағанымыз дұрыс, өйткені біртіндеп қоссаңыз жақсы еритін болады. Осылай ақ көпіршік болып тұрақтана бастағанда жүгері крахмалын, лимон шырынын, шым-шым тұз қосып, әрі қарай миксерлей береміз. Шамамен 10 минут көлемінде осылай миксерлейміз. Меренгамыз жылтыр және тұрақты, осылай миксерден түспейтіндей болу керек. Пергамент қағаз жайып, тапаға жайып аламыз. Кәдімгі духовкада 150-200 градус аралығында осылай шамамен 40 минуттай пісіріп аламыз. Беті осылай сарғыш түске еніп, сәл қытырлақ болады, ал ортасы жұмсақ болып піседі. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай 33% сливки және қант ұнтағы қажет болады. Оны да миксерлеп алып, осылай крем жасап аламыз. Ортасына жағып, меренговый рулетіміздің осылай бүктеп шығамыз пергамент қағазбен. Меренговый рулетті крем жақпас бұрын міндетті түрде суытып аламыз, әйтпесе креміміз еріп кетеді. Ендігі кезекте бетін әрлеуге кірісеміз. Осылай креммен үстіне әртүрлі жеміс-жидектер қойып, немесе өз фантазияңызға байланысты басқа да әрлеу түрлерін қолдансаңыз болады. Құрамындағы заттардың қанша мөлшерде қосатынымызды төменде описание бөліміне жазып кеттім. Осылайша ешқандай ұн қоспай жасалатын жеңіл десертіміз дайын болады. Тоңазытқышта негізі 1-2 күннен асырмай сақтаған дұрыс меренганы. Өйткені ішіндегі кремі меренгамызды жұмсартып жібереді. Ал ішіне крем жақпай, тек меренганың өзін 3-4 күнге дейін сақтауға болады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз.